Биыл дүлдүл ақын ғұлама Абай Құнанбаевтың 180 жылдығы. Біз Абай өнерін дәріптеуде, Абай әндерін дәріптеуде бүгін мен жасымда ғылым бар деп ескермедім деген өлеңге тоқтала кетсем деп ойлаймын. Бұл әндің авторы белгісіз, өйткені нақты кім шығарған туралы дерек жоқ. Жазушы Сәбит Мұқанов өзінің кітабында Біржан-Сал Қожағұлұлы 1885-86 жылдары Жетісуға бар Тобықты еліне соғып, Абаймен бірер ай жолыққан деседі. Сол кезде мен көрдім ұзын қайың құлағын деген Абайдың өлеңіне Біржан-Сал ән шығарған екен. Жасымда ғылым бар деп ескермедім деген өлеңіне де Біржан-Сал өлең шығарды деген біраз сөздер болды. Бірақ әнші Еркін Шүкіман бауырымыз бұл Біржанның әні емес деген тұжырым айтты. Өйткені мен көрдім ұзын қайың құлаған деген әні ол Біржанның Жалғызарша деген әніне әуеніне ұқсастау. Сол себептен әлі де біздің зерттеушілерімізге, әншілерімізге, музыка танушыларымызға осы әнді тереңірек зерттеуге ден қою керек деп ойлаймын. Жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұрып тексермедім ай. Түспеді ер жеткен соң қолымда емес кілінен кешірмедім ай. Кешірмедім ай. Болмақырым қалмағымыма кім жазады қолымда дөп жүрмесем ай. Өстірмедім ай. Адамның бір қызығы бала деген, баланы оқытудан жек көрмедім ай.
жек көрмеді